Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Айша таңмен таласа тұрып, қараңғы әрі тар көшенің көлік тұрағының жанынан өтіп кеткенше, жанын шүберекке түйіп, мектепке асығып келеді. Көлік тұрақтарында такси қызметін атқарушы ер адамдардың боқтық сөздері мен жеңілтек қыздардың суық күлкілерінен үрейі ұшып мектепке де жетті. Бүгін кезекшілік міндетін атқаратын күн. Болғасын азаны мен бірінші болып сыныпқа кіріп, тақтаны сүртіп, гүлдерді суару керек. Айша тұратын көшенің шамдарының жанбай тұрғанына біраз уақыт болды. Көршілері жарық жүйесінің қызметкерлеріне қанша шағымданғанмен нәтиже жоқ. Сабағы бітіп, әдеттегідей томаға тұйық, Айша жалғыз өзі асықпай басып, үйіне келе жатты. Айша-ау, Айша қыз, бері қарашы, деген таныс дауыс. Артына бұрылып қарап еді. Жоғарғы сыныпта оқитын, мектептегі түрлі мерекелік кештерді жүргізетін Жарас деген ұзын бойлы сары жігіт екен. Қыздар арасында ең әдемі жігіт атанып кеткен Жарастың не себепті өзін тоқтатқанын түсінбей, «Сәлем, айта бер» деді Айша. Жарас: «Жай Айша, мен сенімен жақын таныс болғым келеді. Егер қаласаң үйіңе шығарып салайын» деді. «Онсыз да менің атымның кім екенін біледі екенсің. Мен сенің мектеп қыздарының арманы болған Жарас екеніңді білемін. Енді қандай таныстық керек? Үнемі сыртыңнан бақылап жүремін. Томаға тұйықсың. Не болмаса ешкімді менсінбейсің. Биыл мен мектеп бітіріп кетемін. Сендей сұлуды жақын танымастан арманда кетпесем үшін осындай тәуекелге бел будым» деп жымиды. Айша миығымен күлді де: «Мектепте менен асқан сұлу қыздар көп. Мені жақын білгің келгені дұрыс болған екен. Себебі осыдан кейін біліп жүргейсің. Мен біреуді менсінбейтіндей тәкаппар емеспін. Ал қыздармен неге араласпайтын дейтін боларсың. Мен тек олар секілді заман талабына сай қымбат көйлектер мен ұялы телефон ауыстырып, кешкілік бас қосуларда бола бермеймін. Сол үшін де болар өзіммен өзім ата-анама салмақ салмай, тыныш қана барға қанағат етіп, жөніммен жүрген қызбын. Ал ендеше саған менің үйімнің мекен-жайымен туралы айтып бермесе анық. Өзім жайлы өзімнен сұрап білдің, сау бол» деп кетіп қалды. Жарасқа құпия әрі ерекше болып көрінген Айша бірден ұнап қалды. Айша Жарастың алыстап кеткенін күтті де дереу келесі көшеге өтіп үйіне жақындады. Үйінің сұрқы ескі, терезесінің ішіндегі қоңыр жапқыштар мен көне қоршаулары көңіл көншітпейді. Жарас секілді соңынан жүгіретін балдар бұлай тұрсын, сыныптас құрбыларына да үйінің жайын көрсетуге ұялады. Осылайша үйінің көрінісін жасырамын деп көп қатарластарынан араласудан бас тартқан. Оның үстіне сыныбындағы көп қыздардың ата-аналары жеке кәсіпкер мен белгілі жұмыс орындарында басшылық қызмет атқарады. Бір-бірімен жарысып киініп, ұялы телефондарында ауыстырып тұрады. Ал Айшаның анасы Ғалия жалғыз басты әйел. Қалалық ауруханалардың бірінде еден жуады. Әкесі тастап, өзге әйелдің етегінен ұстап беріп кеткен. Ғалияның табысы бар болғаны 45 мың теңге. Қала көркейіп үлкейіп бастағалы, азық-түлікте қымбаттап, су мен жарыққа төлейтін ақшаны әзер жеткізеді. 9 сыныпта оқитын Айша анасына көмек болу үшін келесі көшенің басындағы шағын дүкенде түстен кейінгі сағат 2:30-нан кешкі сағат 10-11-ге дейін сатушы болып күніге 1000 теңге табыс табады. Дереу үйіне кіріп, анасы Ғалия екеуі түскі астарын ішіп алды да жұмыстарына шықты. Ғалия Айшаның қатарластары секілді емін-еркін қыдырып, барды кие алмайтынына іштей өзін кінәлайды. Бірақ Айша анасына бірде-бір шағым айтып көрген емес. Тіпті Ғалия Айшаның жұмыс жасауына қарсы болған, тек амалының жоқтығынан көнеді. Жастайынан еңбекке де үйренгенін жөн санайды. Айша дүкенге кіріп, Құрманай апамен амандасып жұмысына кірісті. Құрманай деген осы дүкеннің иесі. Айшаға дүкеннің кілтін тапсырып, өзі үйіне кетті. Айша саудасын жасап, кішкене ішті жиыстырып жатқан еді. Дүкенге кірген Жарасты көріп, таң қалып не істерін білмей қалды. «Жарас, сен мұнда не істеп жүрсің? Бүгін мен үшін сәтті күн, сені екінші рет жолықтырып тұрмын. Бірақ бұл жолы сені оқушы формасында емес, жай ғана сатушы бикештің кейпінде көрдім. Өзің пысық екенсің, маған ыстық нан беріп жіберсең» деді. «Ая, қазір нан беремін. Мен өзіміздің дүкенді ретке келтіріп, анама көмектесіп жатқан едім» деп екі беті қызарып кетті. Жарас Айшаның өтірігіне таңырқап қалды. Себебі: «Түріне қарасам өтірік айтатын қызға ұқсамайсың. Неге олай дейсің? Өтініш тез шықшы, қазір анам келсе ұрсады» деп қызара кетті. «Жарайды, сау бол» деді.
Жарас миығынан күліп шығып кетті. Жарасты ұнатты ма? Айша не істерін білмей қалды. Қай жерден қате жібердім? Бұл дүкенге ол бұрын келген емес. Менің өтірік айтқанымды расымен біліп тұр ма? Әлде басқа не өтірік айттым? Деп аз уақытқа қатты ойланып кетті. Жұмыс уақыты аяқталып, дүкенді жауып кілтті Құрманай апаға апарып тапсырды. Анасына қоңырау шалып, көшенің басында екеуі жолығып, күндегідей үйлеріне бірге келді. Ғалия Айшаның тамақ үстіндегі қатты ойланып отырғанын байқайды. Айшажан, неге ойланып отырсың? Шаршадың ба құлыным? Шаршап жүрсең жұмыс жасамай-ақ қойшы, мен өзім табамын ақшаны. Жоқ анашым, менде бәрі жақсы. Құрманай апа өте жайлы адам. Еш уайымдамаңыз, жай ойланып отырмын деп қысқа қайырып аз қайырды да бөлмесіне кіріп кетті. Таңертеңгі мектепке барар жолда темекі тартып тұрған бір үлкен әйел жуан дауыспен «Ей қыз бері кел, маған тиын тастап кет, әпкең шаршады» деп міңгірлеп шақырды. Қатты қорыққан Айша мектепке жүгіріп қалай жеткенін сезбей қалды. Сабақ арасында қоңырауға шыққанда Жарасты сыртынан көріп қалса қашқақтап жүр. Алдына барсақ құдды тілі күрмеліп, айтарға сөз таппай қалатындай сезінеді. Сабақ аяқталып, қайтар жолда сыныптас қыздары мен Жарастың тұрғанын көреді. Жүресіне жылдамдық қосып көрмеген адам құсап, жандарынан өте беріп еді. Жарас Айшаны тоқтатып алды. Қолында бір тал роза гүлі бар екен. Айша, мынау саған, жүр мен сені шығарып саламын, деп Жарас гүлін ұсынды. Айшаға сыныптастары таңырқай қарап қалды. Өзара өсектеп жатқандары анық. Рахмет, бұл гүл не үшін, деді Айша. Таныстығымыз үшін. Жоқ, мен бұл гүлді ала алмаймын. Айша, неге қырсығасың? Бұл жай гүл. Енді мұнан былай күнде гүл әкеп беретін боламын. Жоқ, дедім, рахмет. Асығыспын деп жүгіріп кетіп қалды. Бір апта бойы Жарас Айшаны қайтар жолда күтіп алып, күнде бір тал гүл шоғын әкеліп жүрді. Айша біреуін де алған емес. Ертесі қайтар жолда қайта-қайта артына қарап, Жарас кеп қалар деп күтті. Бірақ бүгін жоқ. Осылайша 7 күн қатарынан келген гүлдің бетін қайтарғанына іші удай ашыды. Мектептен келіп түскі асын ішіп болғасын, дүкендегі жұмысына келді. Құрманай апа дүкенді тапсырып, кешке таман азық-түлік келсе қабылдап алуын өтінді. Күндегідей дүкенді жинап, саудасын жасап жүріп кеште батты. Есік алдында жүк көлігі келіп, ауыр заттарды түсіріп алатын ер адам болмағасын Айша Құрманай апаға хабарласты. Қазір үйдегі жиенімді жіберемін, деді. Жүк көлігінен барлық азық-түлікті Құрманай апа көрсеткен тізім арқылы алып қалды. Жайлап жеңіл заттарды ішке тасып жатқанда Жарастың келгенін байқап, іштей қатты қуанып кетті. Сәлем, сен әлі қайтпағансың ба? Неге қайтуым керек өзі? Өз дүкенім, анам өзі келіп жабамын деген. Айша, бұл өтірігің қашанға дейін жалғаспақ? Не айтып тұрсың? Мен Құрманай әпкенің жиені боламын, яғни сенің анаңның. Осы дүкеннің қожайынының жиені. Әпкемнің сендей сұлу қызы бар екенін білмеппін. Қош келдің бауырым, деп қарқылдап күлді. Айшаның екі беті қызарып, өтірігінің ашылып қалғанына қобалжып кетті. Не айтарын білмей, Жарас, кешірші, сен бай отбасының баласысың, ал мен жай қарапайым отбасынан шыққан әкесіз өскен қызбын. Саған шындығымды айтсам, мектеп оқушыларына жайып, масқарамды шығарасың ба деп қорықтым, деді. Сондағың осы дүкен бе? Айшажан, анаңның ауруханада еден жуушы екенін білемін. Одан неге ұяласың? Соны да ар санаймысың? Таза адал жұмыс. Өзің кішкентай болсаң да сатушысың, еңбекқорсың. Иә, менің анам, ата-анам бақуатты адамдар. Не ішемін, не киемін деген уайымым жоқ. Бірақ мен байлыққа қызыққан емеспін. Бұдан былай алдаушы болма, деді. Маған сен, деді. Айша қатты ұялып мақұлдап басын изеді. Екеуі азық-түліктерді орналастырып болып дүкенді жапты. Жарас, саған үлкен рахмет. Кілтті Құрманай апаға бересің. Мен қайттым. Тағы да рахмет, деді. Жүр, мен сені үйіңе апарып тастайын. Жоқ деуші болма. Мен сенің мекен жайыңды да білемін, деп Айшаның кішкене ғана жұмсақ алақанынан қысып ұстап жетектеп келеді. Көшенің көлік тұрағынан жанынан өтіп келе жатып, екеуінің Айшаның анасын көріп қалды. Анасы Ғалия. Айша, мынауың кім? Неге қолын ұстайсың? Жігітке әлі ерте екенін білмейсің бе өзің? Мен саған осындай тәрбие бердім бе? Ғалия Айшаның қараңғы түскенде өзге жігіттің қолын ұстап жүргенін көріп қатты ашуланды. Үйіне келгесін Айшаға біраз айқайлап ренішін білдірді. Ғалияны да түсінуге болады.
күнімен жұмысында жүргенде ойлайтын жалғыз қызының амандығы. Оның үстіне күн санап ой жетіп келеді. Өзі секілді мектеп бітіре сала тұрмыс құрып кетіп, сан суып қала ма, немесе пысық жігіттер қарамағына түсіріп, абыройсыздыққа қалдырып тастап кете ма деп уайымдайды. Ана жүрегі әр нәрсені бір уайымдап болады. Кешкі асын дұрыс ішпеген Айша бөлмесінде сабаққа қарап отырған Ғалия қызын қатты ренжітіп алдым-ау деп жанына барды. Айша, құлыным, қатты айтып әлгі жігітті алдыңда сені ұялтсам мені кешір. Мен сені уайымдап боламын. Бар болған ақылыңды жоғалтып алмасаң екен деген аналық ниетім. Анашым, мен сізді қатты жақсы көремін, түсінемін. Бірақ мен бала махаббатымды жолықтырған сияқтымын. Білесіз, мектепте құрбылармен оңаша араласпаймын. Сізден басқа кімге айтамын? Ғалия ұзақ ойланып, Айшаның маңдайынан иіскеп, қызым, ақылды бол, сүйді. Анасы мен қызы ұзақ құшақтасып, азды көпті әңгімелерін ортаға салып, сырласып отырып күліп те жылап та алды. Таңертесімен мектепке келген Айша сыныбында алдында бір тал розасымен күтіп тұрған жарасты көрді. Қатты қуанып кетіп, жүгіріп барып гүлін алып құшырлана иіскеді де майысып алғысын айтты. Артынша сынып жетекшісі келіп, жарасқа өз сыныбына баруын бұйырды. Айшаны жеке сөйлесуге шақырды. Айша, сенің мектепте жоғары сынып оқушысының бұндай гүл алып тұрғаның дұрыс болмады. Кішкентай болып алып неге олай жігітті ойлайсың? Апай, ол менің жігітім емес. Оның үстіне мен енді бала емеспін. Айналайын Аша, сабақ үлгерімің жақсы. Ендігі жерден жігіт үшін сабақты нашарлататын болсаң маған ренжіме. Ал мынау гүлдің дереу көзін құрт деп қатаң ескертті. Айшаның бүгін көңіл күйі жоқ. Сабақ біткесін әдеттегідей түстеніп алып дүкенге келді. Күндегідей емес, Айшаның көңіл күйіне қарап тұрғандай саудада жоқ. Ішке бір топ ішімдік ұрттаған жігіттер кіріп келді. Түстері суық, сөздері дөрекі. Ішімдік сұрап, шылым сұрап, Айшаның біраз мазасын алды. Сыраға сылқия той болғандар Айшаның сүйкімді қыз екенін бір-біріне айтып, танысуға тартпақ болды. Ішкен адамның қызындай балаға көз салғаны өте ерсі әрекет. Сол сәтте дүкенге үлкен ата мен әже кіріп келді. Айша дереу ол кісілердің артына тығылып, дүкеннен сыра ішкен маскүнемдерді шығарып жіберуін өтінді. Ата сүйірт аяғымен әлгі мас кісілердің желкелерінен сүйреп, киімдерінен шүйріп сыртқа шығарып жіберді. Айша ата мен әжеге саудасын жасап, алғысын айтты. Қолы мен аяқтары қалтырап, ұялы телефон алып Құрманай апаға қоңырау шалды. Алла, апа, мен ғой Айша, сізге бір өтінерім, дүкенге келіп кете аласыз ба? Қазір ғана жайсыз жағдай болып қатты қорқып отырмын деп жыламсырап тұтқаны қойды. Есіктен ішке қайта енген манағы мас ер адамдар ата мен әжейді күтіп тұрған болу керек. Кетісімен Айшаға көз салып қайта келді. Сүйкімдісін-ай, не қазір біз сендей қыздан бас тартып кетіп қалады деп ойладың ба? Қателесесің деп Айшаның қолынан еңгезердей еркек шап беріп ұстап алды. Айша өлген жерім осы деп ойлап қатты шыңғырып адамдарды көмекке шақырғанмен ешкім естімеді. Үніңді шығарма деп тамағынан қысқанда Айша шошып аузын жауып тұрып қалды. Көп ұзамай Құрманай апа жүгіріп келді. Айша, не болды? Ұры түсті ме? Мас еркек дереу өз-өзін жинақтап сөрелердегі заттарға қарап тұр. Қорқытпай айтсайшы, не болды? Құдайға шүкір ұры түскен жоқ. Мына мас кішілер келіп, іште жоқ заттарды сұрап, тіпті маған тескілер де келді. Үлкен ата мен әже келіп қуып жібермегенде не боларын да білмеймін. Бірақ қайта келіп қорқытып жатыр. Менің жаныма тағы бір сатушы керек сияқты деп жылап қоя берді. Құрманай аспанға даңдайсып қарап, ей құрғыр, ұры түскен екен десем, сосын тағы да адам алсам оғанда күніге ақы төлеуім керек пе? Өзің жалынып келдің. Анама көмектесемін, жұмысқа алыңыз деп. Жап-жас қызға жігіттер келетінін білсем де, аяп алдап алып едім. Енді не кішкентай болып алып артыңнан ерген еркектердің басын жинап осы жерге жын ойнатпақшысың ба? Сөйтіп алып көмек сұрағышын өзінің. Апай, не айтып тұрсыз? Мыналар мені қорқытып тұр деймін сізге. Құрманай Айшаға қарап, жоғалт көзіңді деді. Айша қатты ашумен, сіздің қызыңыз жоқ, тіпті ұлыңыз да жоқ. Әйтпесе бұлай демес едіңіз, Алла жазаңызды берсін деп жүгіріп шығып кетті. Сол күні кешке дейін басын жастықтан алмастан еңіреп жылаған Айша ұйықтап кетті. Көзін ашса анасы келіп, ас мәзірлеп жатыр екен. Бетін салқынмен сумен жуса да, екі көзі ісіп жылағаны білініп тұрды. Айша ұялы телефоның өшіп тұр ғой. Қызым-ау, сен жылағансың ба? Кем тиісті? Үйге қашан келдің деді. Айша екі алағанымен бетін басып, анашым, сіз маған сенесіз ғой, я? Анау Құрманай апа айтқандай жаман қыз емеспін ғой, я? Бүгін ол әйел маған ауыр сөздер айтып, жігерімді жасытып тастады.
Сен мені олай тәрбиелемегеніңді дәлелдей алмадың, кешірші мені деп жылай берді. Ғалия не болғанын түсіне алмай біраз абдырап тұрып қалды. Айшаның телефонына белгісіз номерден қоңырау шалып жатыр. Айша тұтқаны көтерсе жарас екен. Айша, сен емес қой, иә, мұны жасаған. Мен сен екеніңе сенбеймін деп Жарас дауысы қалтырап қобалжып тұр. Жарас, не деп тұрсың? Бүгін бәріне не болған? Біресе әпкең, енді сен. Не керек сендерге? Не үшін жасадың деймін саған? Құрманай, әпкемді неге өлтірдің? Сенбеймін бәрібір. Өтірік деші. Айша қолындағы телефонды жерге лақтырып жіберді де құлағын басып шыңғырып жіберді. Ғалия шошып кетті. Айша, не болды, айтсаңшы? Алло, бүлкім. Қоңырау үзіліп кетті. Мен емес. Анашы, мен Құрманай апаны өлтірген мен емес. Өтірік айтады олар. Ғалия айналасында не болып жатқанын ұғар емес. Құлағы бітеліп, көзі қарауытып, басы айналып, жерге отыра қалды да, анашым, айнашым, құлыным, қорықпай ештеңеден. Бұрын бәрін маған айтып бер. Мен саған сенемін. Құлыным, түсіндірші. Айнаш бүгінгі жағдайды бәрін анасына баяндап берді. Жарастың айтқандарын ойласа, екеуі тыпыршып не істерлерін білмей қалады. Қоршаудың қаңылтырын тарсылдатып, ішке бөгде адамдар кіріп келеді. Ғалия үйдің есігінен ілмешігін іштен іліп алды. Дүрсілдетіп қағып жатқан көшенің учаскелік полиция екен. Дереу есікті ашыңыздар, болмаса бұзып кіреміз деп дауыстады. Ғалия бұлай тығылып жазықты адам секілді көрінгісі келмей есікті ашты. Учаскелік полицей мен заң қызметкерлері үйге кіріп, қара папкасын ашып, ішінен ақ парақты шығарып, бүгіндікке немен айналысқаның туралы түгелдей жаз. Сосын күдікті ретінде анаң екеуін ішке жүріңдер, жауап аламыз, деді Ғалия. Ғана Айшаға Жарас деген бала қоңырау шалып, Айша жұмыс жасайтын дүкеннің иесінің қайтыс болғанын айтты. Түсінуімше, Жарас деген иесі Құрманайдың туысы болу керек. Бізге дұрыстап түсіндіріңіздерші, менің қызым оқушы, әлі кішкентай деп ана байқұс шырылдап кетті. Айша миы дыңғырлап не жазғанында түсініп отырған жоқ. Анасы мен қызын көлікке отырғызып, заң бөлімшесіне әкелді. Ғалия Айшаның кәмелеттік жасқа толмағанын ескертіп, жеке тергеуге кіруіне қарсылық білдірді. Тар әрі кішкі қараңғы тартқан көлеңке суық бөлмеге кірді. Ортада үстел мен орындық, жарға жабысқан айнаның арғы жағында дауыстарын жазып өзге қызметкерлер отыр. Бірнеше сұрақтар қойылып жатыр. Айша барлық сұраққа жауап берді. Күндіз болған маскүнемдердің қитұрқы әрекеттерін де айтып берді. Ата мен әже куә деп айтқанымен, бейтаныс кісілерді толық сипаттай алмай, есімдерін де білмегендігі бұл жерге дәлел бола алмады. Тергеуші, сіздердің жауаптарыңыз қанағаттанбайды, себебі еш дәлел жоқ. Дүкенде бейне бақылау бар, бірақ тек қоймасында ғана екен. Үйлеріңізге қайтарамыз, бірақ бұл іс аяқталмай, Айша басты күдікті ретінде мектепке бармай, үйден шықпауы керек деп, үйлеріне көліктерімен жеткізіп тастайды. Сол түнгі жазықсыз мұңайған үрімдей Айшаның жүрегі тыным таппай, анасы екеуі уайымдап, туыстарына хабарласа бастады. Ғалияның қала сыртында тұратын жалғыз туған ағасы бар. Барыс таң атысымен ерте келді. Мән-жайды білгесін дереу Құрманай апаның үйіне барады. Барлығын түсіндіріп көргісі келгенмен туыстары Құрманайды пышақтап кассадағы ақшаның бәрін сыпырып алып кеткен Айша басқа ешкім емес деп өрімдей қызды кінәлап жазаға тартамыз деп жатты. Қайғырған барша туыстарына көңіл айтамын, бірақ істің анық қанығына жетпей жатып қарындасымның көз жасына қалмаңыздар. Уақыт емші бәрін әшекерлеп береді. Сіздерді де түсінемін. Жалғыз сатушымы Айша болғасын күдіктенесіздер деп шығып кетті. Қан жұтып қапа болып отырған отбасын ауызбен айтып, дәлелдей алмасын түсінген Барыс полиция бөлімшесіне барып, қарындасын ақтап алатын дәлелі жоқ болса да, ең болмаса кінәлі деп танитындай айғақ тауып берулерін сұрады. Бірнеше күндерден кейін сот ісі басталып, Айшадан басқа күдікті деп ешкім табылмай, іс ушыға бастады. Айша нәр татпастан төсекте селкиіп жата берді. Ғалияға оның бұл түрін көру оңай емес. Ғалия көп ойланып, Айшаның әкесінің мекен жайын тауып, көмек сұрап іздеп барды. Қазір іздеп қызым деп ауырына баспаса да, әкелі қамқорлығын танытар деп ойлағанымен, онысынан түк шықпады. Сол баяғы тас жүрек қызын боздатып тастап кете барған мейірімсіз әке Айшаның болашағына қызықпайды да. Сот барысында Құрманайдың бай туыстарының құрығы ұзын болды ма, әйтеуір көзді ашып жұмғанша бәрі түсініксіз. Айшаның күдікті деп алынған былай тұрсын, саусақ іздері де дәл Айшаныкі деп балалар колониясында бірнеше жылға бас бостандығынан айырылу жазасы ұсынылды.
Сот шешімін ауыр қабылдаған Айша мен оның анасы және туыстары жанұшыра шырылдап, қалталарындағы соңғы тиындарына дейін жинап, жақсы адвокат жалдап қайтадан сот шешіміне түзетулер енгізуін талап етті. Сот бұл талаптарды қабыл алып, Айшаны ақталып шыққанша уақытша абақтыға жауып қойды. 9 сыныпты бітіргесін колледжге түсіп, ертелек маман атанып, анасына көмегін беріп, жаңа үй алсам деген балалық қиялының гүл талқаны шыққаны ма? Қызы қара жерде жатқанда, өзі жылы төсекте жата алмасын сезген Ғалияның жаны сыздап түнімен жылап шықты. Айналасындағы адамдардың бәрінде толып жатқан түрлі мәселе, бірақ Ғалияны жастайынан сынаған тағдыры ендігі тіренішім, жалғыз қызым деп отырғанда дәл мұндай мәселені күтпеген еді. Өзі түгілі өзгенің басына салмасын деп тілейтін байғұс Ғалияның қазіргі жағдайын ешбір сөзбен жеткізу мүмкін емес. Адвокатына тездетіп, бір шешімін табуын өтініп, барлығы жүгіріп жүр. Ғалияны аурухана басшысы қызын істі болды деп жұмыстан шығарып жіберді. Жығылғанығы жұдырық деп осыны айт. Ғалияның қартайған ата-анасының зейнетақысы мен ағасы Барыстың айлығын қосып, Айшаның қорғаушысына апарып берді. Сотқа дейінгі тергеуді басынан бастау үшін бұл ақшада аздық етті. Барыстың келіншегі Қарлығаш алтын алқасын және сырғасын сақиналарын берді. Қиын қыстауда осылай көмек берген жеңгесіне Ғалия дән риза. Бір айға созылған сот ісі әбден әбігерге салып кетті. Ғалия өзін жақтырмай қарғап жіберетінін білсе де, Құрманайдың туыстарына барып, қызының мұндай әрекетке бармайтынын айтып, жылап аяқтарына жығылады. Аналық жүрегі Айшасының жаурап аш қалмады ма екен деумен темір торға күнде барады. Екеуі айнаның арғы бетінде отырып, жүздерінің көріп жылайды. Айшаның құр сүлдері қалған. Ас батпай тек жылай беретін болу керек, жүдеп кеткен. Көздері ісіп, қабағы сұрғыл тартқан, көңілсіз бейнесін көрген Ғалияның жүрегі де сыр беріп жүр. Қай анаға оңай дерсіз? Сотта жәбірленуші жақ деп тек бір тарапты қарап, Айшаның туыстарының көңілі толмады. Ең сорақысы, қорғаушы қанша тырысқанымен Айшаны ешбір әрекетімен ақтап шыға алмады. Айша кәмелет жасына толмаған балалар колониясында бірнеше жылға бас бостандығынан айырылу жазасына ілігу мүмкін жағдайға жетті. Сот үкімінің дәл осы шешімін естуге ана жүрегі шыдамасын біліп амалсыздан соңғы сотта Ғалия орнынан тұрып, мен барлық шындықты айтамын деп амалсыздан өтірік мәлімет айта бастады. Сол күнің Айшаның ыстығы көтеріліп тұрғасын дүкенге мен тұра тұрайын деген болатынмын. Айша алдын ала Құрманайға қоңырау шалып дүкенге келуін өтінді. Құрманай келгесін Айшаны жіберіп орныма өзім тұрамын деп ескерттім. Ол жарайды деп келісті. Айша кетіп қалғасын, Құрманай екеуміз құрдас болғасын, біраз сөзге келіп бір-бірімізге ауыр сөздер айта бастадық. Мен қалтамнан шақпақты шығардым да, ашумен бірнеше жерден сұғып жібердім де қашып кеттім. Шақпақты далаға лақтырып кеттім деді. Залдағылардың бәрі тынышталып қалған. Дәл мұндай жағдайды күтпеген. Сенбеңіздер, жалған мәлімет бұл. Анам мені қорғағысы келген ғой. Анашым, неге олай жасадыңыз? Бұл қылмысқа менің де, анамның да еш қатысы жоқ деп жылап, Айша есінен танып қалды. Ғалия, не деп тұрсың? Бұл рас па? Бәрі рас. Мен өз жазамды өтеуге дайынмын. Ғалияның сөзіне Құрманайдың туыстары, біз сенеміз, осы әйел соттасын десіп жатты. Ауыр жағдай. Айша есін ауруханада жиды. Арнасы бірнеше жылға абақтыға жабылып кете барды. Өмірі астан-кестең, заңы өте қатал, тіпті қызықсыз Айша үшін нағашыларының қолына барып тұратын болып шешті. Анасын басқа қаладағы темір торға тоғытылып күнде жолығатын мүмкіндік жоқ. Өкінішті тағдыр дейміз бе? Ащы дәмі жаңына тұз салып жібереді. Бұл қандай тағдыр? Мектепке қайта оралған Айшаға сыныптастары түгілі мұғалімдері де жұбаныш бола алмады. Қылмыскердің қызы, адам өлтіргіш сынды ауыр атақтар етегінен еріп жүр. Міз бақпаймын дегенмен күнде мектептен қайтар жолда көзінің жасын құрғатып жетеді үйге. Нағашы жеңгесі қанша бауырына басып, жылулық танытқанымен айнаның орны ойсырап, көзі тірі анасының құшағына жете алмағанына қатты жылайды. Ақыры 9 сыныпты қара жамылып аяқтады. Нағашы атасы мен әжесі кезек көз жұмып нағашыларының отбасы қан жұтып қалды. Анау жақта темір тордың арғы жағында жалғыз қызына жабылған жалаға шыдамай, өзін жазықсыз кінәлі етіп Ғалия бар күнәні мойнына іліп кетті. Айша қала шетіндегі колледжге оқуға тапсырып заңгер мамандығына оқуға түсті. Ақылы бөлімге. Ақшасын нағашы ағасы төлейді. 6 ай сайын түрмедегі жазасын өтеушілерге туыстарымен кездесетін күн белгіленеді екен. Айша күн санап жүріп, ақыры сол күннің хабарын алды. Барыс ағасы Айшаны Ғалияға апарып жолығысады.
Суық бетондармен қоршалған қабырғалары сұрықсыз тас қамалға кіргеннен торланып, өрілген торшаның ішінде отырған сотталушылардың санын көрді. Айшаның ең қымбат жаны Ғалия көзіне оттай басылды. Анашым деп жүгірген Айшаны көрген барыс ағасы өзін ұстай алмай жылап жіберді. Құдды байлаудан босанған ақсау құлындай күбірлете жүгірген жүгірісінің әр қадамынан сағыныштың шаңы атқылайды. Анасы мен қызы екі бауыр көрісіп ұзақ жылап, біраз сырласып мауқын басты. Ғалия әпке-ау, неге бұлай жазықсыз мойның ауыр жаза арқаладың? Айшаны ойламадың ба? Айшам үшін Құрманайдың құрығы ұзын туыстарының ақшасы біздің де қорғаушыны сатып алғанын сезбей қалдық. Сонда Айшамның жас өмірін сор етуге жол берем бе? Ғалия мен Айша қимай қоштасты. Көздерінен аққан ыстық жас тамақтарын күйдіріп барады. Анашым, сізді мына зынданнан қайтсем де алып шығамын, сөз беремін, деді. Мен ойлап алаңдама, өзіңе абай бұл құлыным. Темір қоршаудан шыққан Айша барыс ағасын құшақтап жылап алды. Сол дүкенге қайдан ғана сатушы болып тұра қойды мекені. Сол күн анау маскүнемдер Құрманай апаны емес, мені өлтіре салғанда ғой. Олай айтпа, сен өлсең анаңда жер басып тірі жүруі екі талай еді. Осы күнімізге шүкір етіп, барлығын көрсетер уақытпен Аллаға тапсырайық. Күн өтіп зырғып жатыр. Айша колледжге ешкіммен араласпайды. Құрбылары да жоқ. Бір күні сабақтан шыққанда бір группада оқитын бала Айшаға 3 роза гүлін әкеліп береді. Кімнен екенін сұраған еді. Беріп жіберген жігіт өзінің құпия сақтауын өтінген еді. Сонымен не керек? Гүлді көріп есіне баяғы оқушы күніндегі алғашқы махаббаты жарас түсті. Дереу жүзіне үйірілген күлкіні жиып алды. Есіне жарастың әпкесі Құрманай түсті. Соның туыстарының кесірінен анасы абақты да. Сол жарас болса, оны қалай қабылдаймын деген ойларға жауап таппады. Күндер өте берді. Арасына 2 күн салып құпия жігіттен 3 тал гүл тағы келді. Тағы да 2 күннен кейін қайталанды. Бұл жолы ерекшелігі ішінде хаты бар. Сәлем Айшажан, мен 10-ші сынып оқып жүргенімде, сен 9-ші сыныптағы оқып жүрген сүйкімді қыз едің. Сол қайғылы жағдайлардан кейін біраз есеңгіреп қалғанымызды білемін. Менің бір білетінім, сенің де анаңның да кінәлі емес екендіктерің. Сол күні Құрманай әпкемді өлді деуге қимағанымнан бәріне расымен кінәлі сен және анаң деп ойлағаным үшін кешірім сұраймын. Құрманай әпкемнің балалары жоқ болғасын, мені өзінің бауырына басып, жаңсызінде аналық құқыққа ие болған. Әйткенмен ақшаға құмар әрі мені ата-анамнан ажыратып алып, бауырына басқасын балам деудің орнына жиенім деп айтатынына қатты ренжіп келгенмін. Ренжігеніммен жақыннан сол болды. Анаңның дәрменсіз абақтыда отырғанын ойлау маған да оңай емес. Ақтап шығуға бар күшімді саламын. Сен менің гүлдерімді суарып, хаттарымды оқып жүр. Гүл саны 101-ге жеткенде міндетті түрде анаңды ақтайтын айғақтармен сенің алдыңа барамын. Мені күт, сәлеммен жалғас. Хатты оқып Айша селейіп тұрып қалды. Үйге жеткенше аптығып, кеудесіндегі жүрегі дүрсілдеп, бойын қуаныш кернеп келген Айша нағашы жеңгесін бөлмесіне шақырып алды. Жеңге, сізбен ақылдасатын мәселе бар. Анамнан кейінгі қамқорлық танытқан әйел заты өзіңізсіз. Ерке қыз, сен қашанда тыңдауға әзірмін. Неге күннен бері гүлдер арқалап келіп жүргенімнің куәсісіз. Өзімнің еркіме қойып, ол гүл кімнен екенін сұрамаған шыдамдылығыңызға қайранмын. Бүгін сол құпия жігіттен гүлмен қоса хат алдым. Ол сол менің бала күнгі ешкіммен бөліскім келмейтін алғашқы махаббатым екен. Құрманай апаның жиені. Құрманай апа құрсақ көтере алмағасын жарасты өз атына жаздырып алған екен. Есімі Жарас. Апасының өліміне бізді туыстары кінәлі еткеннен кейін арамыз алыстап, хабар үзіскенбіз. Әйткенмен мендегі реніш сейілген емес. Жарастың да күдігі басыла қойды деуге әлі ерте. Әйткенмен хатында қашан саған 101-ші розамды жеткіземін, сол кезде гүлмен бірге анаңның абақтыдан ақталып шығатындай ақиқатын білетін боласың депті. Сенейін бе, сенбейін бе, сол 101-ші гүлді асыға күтетін боламын. Жаным-ау, мынауың жақсы жаңалық қой деп екеуі қатты қуанысып алды. Барыс ағасын айтып көргісі келгенімен іштей қорықты. Жарасты тауып алып, айғақты дәл қазір айт деп жағасына жырмасады ма екен деп қойын дәптеріне анам мен сүйіктіме жететін жолдың 9-шы гүлі қолымда деп жазып қойды. 2 күнде, кейде 3 күнде немесе 1 апта салып гүлдердің келу уақыты алыстаған сайын қатты уайымдап жүр. Жарас алдап жүр деген күдікті ойларды ойлайды. Гүл келген күні үйге келе сала қойын дәптеріне түртіп отырады. Жеңгесінің еш сыр бүкпейтін Айша қойын дәптеріне жеңгесіне ашып оқуға рұқсат берген. Айшаның бір айға шамаласқан уақыт бойы
көңілінің түсіп күл шоғынсыз үйге келетініне жеңгесі де уайымдай бастады. Қойын дәптерінде гүлдің саны 47-ден өзгермей тұрғаны көңіл көншітті еді. Анасымен кездескендеріне 2 ай болып ендігі 4 айды өткізу аса қиын болып жүргенде Ғалияның тәртібіне байланысты бірнеше сағатқа ғана туыстарымен қауышуға рұқсат етілгенін естіп, Барыс пен Айша жүйткіген пойызбен асыға жетті. Бірін-бірі бір сәт көрмесе, ішкен астары бойларына тарқамайтын анасы мен қызының көрінісі көрген адамның жүрегін елжіретеді. Қоштасып қоңыр күзге анасын аманаттаған Айша Барыс ағасы екеуі үйлеріне жетті. Кешкі астарын ішіп болғаннан кейін Айша бөлмесіне кірсе, 2 бөлек құмырада 3-3-тен гүл шоқтары тұр. Ас бөлмесіндегі жеңгесіне жүгіріп келіп, мойнына асылып құшақтап алды. 47-ге алтыны қосқанда қанша деп күлді. 53 алаққа 53 деп жүгіріп жүр. Айшаның мұндай қуанышын көрген Барыс таң қалып қарады. Айшаның сырға берік жеңгесі саусаған мұрнына апарып, түш деп Барысқа көзін қысты. Арасына бірнеше күндер тастап гүлдер келіп жатты. Соңғы 1 айда 15 гүлді қосқанда 68 тал. Гүл саны өскен сайын жүзіне күлкі ұялап, жанына шаттық толған Айшаны группаластары да байқап бастады. Пұф, сол гүлді беріп жіберіп өзін көрсетпейтін жігіт қандай жігіт екен? Көрінбегеніне қарағанда тізесі жыртық тас жетім немесе алаяқ біреу шығар десіп жатқан группаластары да жоқ емес. Айшаға олардың сөзі емес, анасымен қауышатын сәті қымбат. Бір күні группалас қыздары арасында 2-3 қыз Айшаны өздерімен бірге кешкі көшеге серуендеп келуге көндірді. Концерттік бағдарламалар көріп болғасын, үйге ерте қайтуы керек болған Айша қыздармен қоштасып таксиге отырды. Такси жүргізушісі жас жігіт екен, бас киіммен көзін бүркеп алған. Жарты жолға келгенде маңдайшасындағы айнадан жас жігіт: «Айша, неге түнде бұлай жалғыз жүрсің?» деді. Айширеннің жүрегі дыз ете қалды. «Кімсіз, мені қайдан танисыз?» деді. Орталық алаңға тоқтады. Такси жүргізушісі көліктен түсіп, ерекше шамдар жанған қабырғаға жақындап, терезеден қарап отырған Айшаға бері кел деп қолын бұлғады. Неге екені белгісіз, Айша бұл жігіттен қорқа қоймады. Есікті бөгде ер бала ашып: «Айша, сенің бүгінгі қуанатын күнің. Анау шамдардың жанына жақындап қалған гүл шоқтарыңды ал» деді. Айша әлі ештеңе түсінбеді, бірақ адамлық толы көшеде бұл бейтаныс жігіт зиянын тигізбесін сезіп тұр. Жайлап көліктен түсіп, әлгі бас киімімен көзін жапқан тұлғасы жас жігіттің жанына жақындағанда жоғарыдан атылған от шашуларға қорқып кеткен Айша 2 қолымен құлағын жауып еңкейіп отыра қалды. Жас жігіт бас киімін шешіп бір құшақ гүлін иығына асып, қолын Айшаға ұсынды. Орнынан тұрып манадан бері есімін атап, бірақ жүзін жасырған жігіттің Жарас екенін көрген Айша өз көзіне өзі сенбей қалды. «Жарас, бұл сен бе?» «Иә». Екі ғашықтың махаббат хикаялары үнсіз сезімге ұласты. «Сені қатты сағындым, күттім. Гүліңнің саны 101-ге толғаннан сарыла күттім. Сенің маған деген таза сезімің менің ең асыл жаным анашымды құтқаратынына әлі де сенемін. Өзің ұзақ күткен гүлдер 101-ші санға әлі жеткен жоқ. Әйткенмен алаңдама, мен сөзімде тұрамын. Рахмет». Жанарлары түйіскен сайын махаббаттарының аяқасты болып қалмайтынын үшін күресетіндері көрінеді. Айша дереу гүлді санады. 1, 2, 3, 24, 53 қосылған 24 тең болады 77. Әлі 24 гүл сыйлайсың деп жымиды. 77-ші гүлді әкелген себебім 7 киелі әрі сәттілік саны. Сенімен қанша уақыттан кейін жолыққаныма қуаныштымын. Киелі санның киесімен бұйырса сенің анаңды ақтап шығатын боламыз. Маған сен, уәде беремін. Айша мен Жарас ұзақ уақыт от шашуды тамашалап, алақандарын түйістіріп барлық дүниені бір сәтке ұмытты. Жарас Айшаға деген мектеп кезіндегі сезімінің адал екендігін дәлелдеді. Жарас басқа қалада оқып жатқан болатын. Айшаның жанында көп кідіре алмай, 1 апта уақыт қана кездесіп қайтадан оқуына кетті. Сол 1 апта уақыт ішінде Жарасқа қатты сенген Айша онымен жақын қарым-қатынасқа барып қойды. Айшаның бар үміті анасының жазғыз екені дәлелденіп, жанына аман есен оралғаны, сүйіктісі Жараспен үйленеміз деген арманы орындалса деп әр атқан таңнан дұға тілейді. Апта сайын 77 гүлдің саны көбейіп, 2 айда 99 гүлге жетті. Айша қуанышын жасыра алмай, жеңгесі екеуі Барыс ағасына барлық мән-жайды айтты. Барыс та қуанышын сыртқа шығара алмаса да, іштері Жарасқа риза болып отырғаны көрініп тұр. Айша өзін соңғы 1 аптада жайсыз сезініп жүр. Жараспен болған жақын қарым-қатынастарынан кейін жүкті болып қалдым деген қорқыныштары да ойлады. Дереу жеңгесіне болған жайттарды айтып берді. Жеңгесі жүктілік анықтайтын тест көруге кеңес берді.
Айша дәл бүгін өзінің жүкті екенін біліп Жарасқа қоңырау шалады. Жарас онша қуана қоймаған секілді. Дауысы біртүрлі естіліп, асығып тұрғанын айтып тұтқаны қоя салды. Әйткенмен Айшаның бар ойы енді екі гүл шоғы келсе, бақытты күндерім алда деп ойлады. Бәрінің Айша ойлағандай болмағаны расымен өкінішті-ақ. Бірнеше күннен бері Жарасқа қоңырау шала алмады. Жарасқа соғылған қоңыраулар өзім хабарласам деген жауаптармен ғана шектеліп қалмады. Кейде мүлдем жауап та бермейтін болды. Оқуынан көңілсіз үйіне оралған Айшаның қолы гүлсіз бос келетін болған. Оны байқаған жеңге, ерке қыз, үйге ағаң жоқта бір мәселені шешіп алайық. Жүктілік жайында Жарас біле ме? Иә, естігелі соңғы 2 күнін жібермек түгілі қоңырауларыма да жауап бергісі жоқ. Қалай ғана сеніп қалдым оған деп жылап қоя берді. Алдын ала ештеңені болжамағаның дұрыс. Мүмкін нағыз күдіктілердің ісімен айналысып жүрген болар. Қане дәл қазір оған қоңырау шал. Айша көзін сүртіп өз-өзін жинақтады да Жарасқа қоңырау шалды. Көтермегесін қайта хабарласып көрді. Тұтқаны бейтаныс көтерді. Сіз кімсіз? Жарасты өзіне тұтқаны беріңізші, деді. Бұдан бұлай Жарасты мазалама. Енді оның әйелі бар деп тұтқаны қоя салды. Айшаны жан дүниесіндегі алапат айқастар енді басталды. Айқайлап жылап, қаншама уақыт сезіміне алданып, үмітіне арпалып келгеніне сене алар емес. Жеңгесі қанша басу айтқанымен Айша сыртқа таза ауаға шығамын деп кетіп қалды. Жарасқа хабарлама жылдады. Сен сыйлаған гүлдердің бұдан бұлай сыйы жоқ, мағынасы өшті. Анама деген сағынышымен ойнадың. Қош бол. Кеш батты. Жеңгесі үйге оралмаған Айшаға алаңдай бастады. Ұялы телефоны да өшірулі. Болмағасын Барысқа хабарласып, Айшаның үйге оралмай үйден жылап шығып кеткенін айтты. Барыс жұмысынан ертерек келіп, келіншегінің аузынан өзі білмейтін жағдайларды естігенде орнынан құлап қала жаздады. Енді не істейміз? Айшаның қалайша аяғы ауырлайды. Біз сонда әпкемнің аманатына бас-көз бола алмадық па? Ол неге үйге келмей жатыр екен? Жарасты өлтіремін деп үстелді. Екі алақанымен тарсылдата ұрып, қатты ашуға мінді. Барыс үйден шығып Айшаны қаланың шетінен іздеуге кірісті. Заң қызметкерлеріне де қарындасының әлі үйге оралмағанын айтып іздеу салуларын сұрады. Көп ұзамай Айшаның көпірден үлкен теңізге секіріп кеткенін көргендер саны көбейді. Суға кеткен адамдарды құтқарушы қызметкерлер су астына сүңгіп Айшаның мәйітін тапты. Өкінішті, Барыс осы кезге дейін болған жайтты заң органдарына баяндап, Жарастың жазалауын сұранды. Жарас оқу орнынан іздеп тапты. Сараптама нәтижелері бойынша және бірнеше дәлелдермен қолына кісен салынды. Тергеу ұзаққа созылмады. Себебі Жарас еш қарсылықсыз бәрін өз мойнына алды. Сот алдында Жарас Айшаның барлық туыстарының алдынан кешірім сұраймын. Кінәлі болсам да бір ауыз сөз айтуға рұқсат етіңіздер. Я жазылған хаттар менікі, гүл де менікі, өкініштісі құрсағындағы бала да менікі. Айшаға анаңның кінәсіз екендігін дәлелдеймін дегенім де рас. Себебі шын сүйдім. Анасын абақтыдан ақтап алып, еш күмәнсіз Айшамен бірге болғым келді. Бірнеше адамдар арқылы менің әпкемнің өліміне кінәлі адамды тапқандай болғанмын. Бірақ ол жинаған ақпараттарым енді ғана жүзеге асады дегенімде мен әпкемді өлтірген Айшаның анасы екенін білдім. Оған видео дәлел бар. Айшаға сыйланатын 2 ақтал гүлдің қалғанын білемін. Гүл саны 101-ге жеткенде анаңды абақтыдан шығаратын айғақпен келемін деген едім. Әттең, 2 тал гүлдің өлген адамның бейітіне қойылатынын білсемше, қап. Айша бір апта бұрын қоңырау шалып, аяғының ауыр екенін айтқанында оған сен менің әпкемді өлтірген қанішердің қызысың деп айта алмадым. Баланы алдыр деуге де аузым бармады. Үйлене де алмас едім. Үйлі болғанда бір-біріміздің жүзімізге қарай алмас едік. Оның үстіне видео дәлел менің туыс ағамның телефонына түсірілген. Туыстарым Айшаны қабылдамас еді. Мен Айшаны сендіріп, ерте жатқан қарым-қатынасқа барып қойып, аяғын ауыр еткен кінәмді мойындаймын. Мен үшін өзін өлімге итермеледі. Жазамды өтеуге дайынмын. Өмір біз ойлағандай болмайды екен, деп сөзін аяқтады. Ғалияның видеосы сотқа ұсынылды. Видеода сол күні Айша дүкеннен кеткеннен кейін орнына Құрманай өзі тұрған. Алыс туысқан інісі болып келетін жігіт дүкенге жақындағанда іштегі дауды естиді. Дөрекі сөздер кетіп жатыр екен. Ертесі әпкесіне қалжыңдап көрсетемін деп ойлап телефонын қосып, видеоға терезеден тығылып түсіріп тұрады. Құрманайдың сенің қызың жеңілтек, ішке жігіттер әкеліп арақ береді деген сөзін Ғалия көтере алмай, Құрманайдың үстінде тұрған пышақпен Құрманайды бірнеше жерден жарақаттаған екен. Видеоны көрген сот залындағылар шуласып кетті. Жарас түрмеге тоғытылды.
Барыс қарындасының жаназасын шығарып, әпкесі Ғалияға барып қайғылы жағдайды жеткізу үшін жолға шықты. Әпкесімен аз ғана минуттарға ғана байланыс бұйырды. Ғалияның жанарынан жабырқау әрі салып бара жатқан келбетін көріп Барыс үнсіз отыр. Барыс, неге жалғыз келдің? Айшатайым қайда? Ішім бір жамандықты сезеді. Жай алаңдағаным болар. Түнде түссіз нашар түстер көріп, Айшамның амандығын тілеп шықтым. Барлығы осы хатта жазылған. Ештеңе уайымдама, мен тағы да келем деп хатты Ғалияға ұстатты да, күзетшілер уақыт бітті дегесін қоштасып шығып кетті. Барыс, сен сонда өзің келмейсің бе, Айшатайым ше деп айғайлап қалды. Күзетші темір торына кіргізіп қолындағы кісенін шешіп хатын қолына ұстатты. Жылдам хатты ашып оқыды. Хатта бастан аяқ бәрі баяндалған. Ғалия өкіре жылады. Мен Айшамның өмірі ластанбасын деп Құрманайдың алдында намысы үшін күрестім. Қанды қол қанішерге айналу ойымда болмаған. Өлтіргенімде сол сәтте мойындасам, құлыным жалғыз қалама деп қорықтым. Ақыры мойындамасам да, қызымның абақтыда отырғанын қаламағандықтан, амалымның жоқтығынан ешкімге ақиқатын айтпай, жазықсыз сотталған болып үнсіз кете бардым. Жатырымды жарып шыққан жалғызымды қара жер өз қойнына алып кетерін мен білмегенмін. Өмірдегі жеңілісім де, жеңісім де Айшатайым үшін еді ғой, Тәңірім. Алланың дегенімен тағдыр өзінің шешімін екі етпейді екен. Тірі отырған мына жансыз бейнемді Айшамның жанына апарып тастай салшы, Алла. Айшатай сорлы, анаңның жылағанның басқа қайраны жоқ. Мен ажалдың алдында әлсізбін. Өлгім келеді. Абақтыда жазамды өтер едім. Айшама жетер күнді аңсап. Енді ол жоқ. Кім үшін жарық күнді аңсап бұл жерде күн санап отырмақпын. Өлім жазасын кесіңдер маған деп, темір есікті алақанынан қан шыққанда соққылаған ананың зары түрменің ішін күңіретіп жіберді. Ғалия қара жұтқан қайғының буына тұншығып, құр сүлдері қалған қалпымен бірнеше жылға созылған жазасын өтеп, кең кеңістікте бостандыққа шықты. Жүйткіген пойызбен өзінің қаласына жетіп, гүл сататын дүкеннен 2 тал роза гүлін алып, Айшатайының бейітіне барады. Айша құлыным, аналық ыстық шағыма симай кеткенің өкінішті. Алақаныммен артыңа тек бір уыс қана топырақ сала аламын. Жарасын беріп үлгере алмақ